көкпаршылар нағыз енді намысқа берік, абыройды биік ұстайтын азаматтардың бірегейі деп айтсақ бола ма, Жаныс аға? Иә, бұл енді көкпаршылар дегеніміз Енді жаңа айтып отырсыздар ғой. Кей кезде ақшаңа да қызықпайды, тегін жатады, ойна десең ойнайды, барын салады, жан салатын жігіттер бар ғой. Барын беріп жатыр ғой. Басын тігіп жатыр сол. Ағай Қазақстан үшін шабамыз болды. Ешқандай не жоқ. Болды. Содан кейін главный астындағы аттарын дұрыстап, саған мынау ат келеді, саған мынау ат келеді, сен мына атпен ойнайсың, сен мына атпен ойнайсың деп астындағы атын келтіріп берсең болды, ойнайды олар. Мақтап айта аламыз ол жігіттерді. Ол себебі тәртіпке бағынып тұрады. Жаңағы бір сбор емес қой, ол жерде 18 күннен 2 сбордың өзі оңай емес. Бәрінің бала шағасы бар, бәрінің тіршілігі бар. Бірақ солар мысалыға қарап тұрсың, бар тірлігін тастап кеп тұр ғой. Ал егер жеңсе мақтаймыз, жақсы. Айтқан жерінен олға жеңілсе жамандаймыз біз оларды. Бірақ олар соны көтеріп тұр ғой ол. Ол жеңіле де біледі, жеңіс те керек. Жеңілген жағдай болады, спортта сәтсіздіктер болып қалады ғой мысалыға. Сол кезде біз оларды жаңағыдай бізде жамандауға да дайын тұрады да. Дұрыс көзқараспен қарамайды. Олар айтып отырмыз ғой. Айлыға батқандары шамалы. Мысалға алса 170 мың алатын шығар енді көп. Бірақ бар тіршілігін тастап жүреді. 18 адам, 12-сі алынады. Оның 6-ауы алынбай қалады оның. Сол сияқты енді оларды біз сол тәртіпке бағынып, елдің намысы, облысымыздың намысы деп жүрген азамат деп айта аламыз енді оларды.